Баршаңызға қайырлы күн. Есімім Бақыт. Бақыт Тоқыма каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін мынадай бабушкины квадраты әдісін тоқып үйренетін боламыз. Бұл әдіспен кез келген нәрсені тоқып беруге болады. Қандай заттар қажет, соған тоқталайық. Бұл тоқыманы, бұл әдісті 0-ден бастап кез келген адам тоқи алады. Бізге қалдық жіптер болады ғой, остаток жіптер. Сондай жіптер жарай береді. Маған қазір көк түс керек. Одан кейін жолты түс керек, және де күлгін түс керек. Олай болса, бастайық. Ал мен бұл тоқыманы 1,5 нөмірлі ілмекпен тоқитын боламын. Бізге бірінші ортасындағы жолтый листоктарын, яғни жапырақшаларын тоқып алуымыз керек. Мінекей жібімізді осылай балан үйрек саусағымызға іліп аламыз. Осыны айналдырып тұтаймыз да ілмегімізді ортасынан өткіземіз. Мінекей. Мынау түйін, яғни бұл жібіміз сөгітіліп кетпес үшін. Енді қазір 5 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 тоқыдық. Енді мынау екі жіптің арасын бір-бірімен, яғни жіптің басы мен соңын жалғауымыз керек. Ол үшін жіптің басындағы бірінші петляға ілмегімізді өткізіп, оған жұмыс жібін іліп, екеуін қосамыз. Сонда осындай шығады. Енді бізге 5 воздушный петля тоқимыз. Жерде қарасақ, 4 лепесток, бізде сондай 4 тоқуымыз керек. Ол үшін мінекей 5 баған тоқып аламыз. 2, 3, 4, 5. Енді ілмегімізге жұмыс жібін ілеміз да, мынау қарасаңыз өзі ортасынан ойықша көрініп тұрады. Сол ойықшаға ілмегімізді салып, жұмыс жібін тартып аламыз. Столбик с накидом дейді ғой, сол накидті баған біреу осындай, дәл осындай, тағда екеу тоқимыз. Бізде сонда барлығы 3 накидті баған болуы керек. 2, 3. Енді бір воздушный петля тоқып аламыз. Және тағда екіншісін тоқимыз. 2 воздушный петля тоқыдық. Енді қайтадан ілмегімізге жұмыс жібін іліп, тағда 3 накидті баған тоқимыз. 1, 2, 3. Тағда ауадағы воздушный 2 петля тоқыдық, тағда 3 накидті баған тоқимыз. 1, 2, 3. Тағда 2 воздушный петля. Енді 2 накидті баған тоқимыз. 1, 2. Негізі 3 тоқу керек еді қой. Біз ең соңында 2 накидті баған тоқимыз да, ең алғашқы бағана тоққан воздушный 5 петлямыз бар еді ғой, соның үшіншісінен 1, 2, 3, үшіншісіне бір-бірін жалғаймыз. Енді бізде келесі екінші қатар. Мен екінші қатарды көк түспен жалғастырамын, сондықтан егер сізде басқа түспен жалғастырсаңыз, басқа түспен, ал осы жіппен жалғастыратын болсаңыз, осымен ары қарай алып кете бересіз. Мен басқа түс болғандықтан мінекей көк түсті ілмекке іліп аламын да, осыны айналдырып өткіземін. Сөйтіп бірінші қатардағы мінекей 2 жіптің арасын осылай жалғаймыз. 5 баған тоқимыз. 4, 5. Енді мінекей көктен де осылай енді осылай
накидті 3 баған тоқып аламыз. 2 баған, енді мынау 3-ші баған. Енді воздушный бір петля тоқимыз ойықшаға. Бұл жерге дәл жаңағындай 3 накидті баған тоқимыз. Столбик с накидом еще тоқимыз. Енді воздушный 2 петля тоқимыз. 1, 2. Енді ілмегімізде қайтадан жұмыс жібініліп, дәл жаңағы 3 столбик с накидом тоқыған жерге қайтадан тағда 3 накидті столбик тоқимыз. 1, 2, 3. Енді воздушный 1 петля тоқимыз. Келесі мына ойық. Бұл жерге 3 столбик накидті тоқимыз. 1, 2, 3. Енді воздушный 2 петля тоқимыз. Одан кейін қайтадан осы ойықшаға 3 столбик накидпен тоқимыз. 2, 3. Воздушный 1 петля. Келесі бізде мына ойықша столбик с накидом еще тоқимыз. 1, 2, 3. Енді 2 воздушный петля. Қайтадан осы ойықшаға 3 накидті баған. 1, 2, 3. Енді 1 воздушный петля. Келесі бізде 2 мынау жіптің алды басымен соңын бір-бірімен жалғауымыз керек. Әрі мынау ойықшаға бізде бір ғана 3 накидті баған тұр. Енді оның қасына дәл мыналар сияқты, яғни 4 бұрыштың 4-ші бұрышын шығаруымыз керек. Ол үшін ілмегімізге жұмыс жібініліп, мына жақтан емес, мынау 3 баған тұрған ойықшаның ішіне ілмегімізді кіргізіп, осы жерден жұмыс жібініліп, накидті 2 баған тоқимыз. 1. Басқаларында 3 баған тоқысақ, бұл жерде 2 баған ғана тоқимыз. 2 баған тоқыдық. Енді мынау ең алғашқы тоқыған жібіміз бар ғой, осыдан 3 баған саналамыз. 1, 2, 3. 3-ші бағанға. Келесі бізде 3-ші қатар басталады. Мен күлгін түспен тоқимын. Енді соны басқа түстегі жіппен жалғастырып кетеміз. Егер сіз бірдей түс болса, сол түспен тоқи бересіз. Мінекей. Мынаны өткізіп аламын да. Осымен жалғастырып кетем. Енді дәл бағанағы әдіспен 5 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ілмегімізге жұмыс жібініліп, мынау ойықшаның ішіне бағанағыдай накидті 3 петля тоқимыз. 1, 2, 3. Bir havada воздушный 1 петля.
келесі бізде мынау ойықша. 3 накидті столбик тоқимыз. 1, 2, 3. Енді ауадағы бір баған тоқып алдық. Восточный петля. Келесі бір бұрышына келдік. Бұл жерде дәл көк шығарғандай, көкті жасағандай бұрыш шығарамыз. Яғни бір ойықшаға 2 лепесток тоқимыз. Яғни бір лепестогымыз 3 накидті бағаннан тұрады. 1, 2, 3. Bir лепесток бітті. 1, 2 ауадағы баған тоқып алдық. Келесі қайтадан осы ойықшаға 1, 2, 3. Енді бір ауадағы баған тоқып аламыз да, келесі мынау ортасына көшеміз. Баған тоқимыз. Бұл жерде бір ғана лепесток, лепесток, бір лепесток, 3 бағаннан тұрады. Келесі біз соңғы 4-ші бұрышымызға келдік. 4-ші бұрыштың шеті қалды. Ілмегімізге жұмыс жібін іліп аламыз да, мынау 3 баған тоқылған ойықшаға ілмекті өткізіп, сол жерден 2 столбик накидпен тоқимыз. 1, 2. Енді ең алғашында тоқыған 5 баған бар еді ғой, соның 3-шісінен жібімізді өткізіп, 2 жіптің арасын жалғаймыз. Бұйымымыз дайын болды. Енді жіптерді кесіп, шамамен 4-5 сантиметр, 3 сантиметрде болады, тіпті кескен кезде қайшымен. Осылай кесіп аламыз. Содан кейін ең ұшын ілмегімізден өткізіп, бұйымымызды теріс қаратып аламыз астына қарай. Содан кейін дейміз да. Келесі мынау қатар тұрған жіптердің арасынан өстіп өткізіп аламыз. Дәл осылай, осы әдіспен мынау мінекей бізде көк түс пен күлгін түстің басы, біреуі соңы.
екеуін осылай байлап аламыз бір-біріне. Дәл осылай өзіңізге қалай ыңғайлы солай жастырасыздар. Кейбіреулер тігіп жатады. Тіксеңіз де болады. Маған осылай ыңғайлы. Мен бұл квадратпен, төртбұрышпен кішкентай қызға следик тоқитын боламын. Попыш дейді ғой қазақша. Попыш тоқитын боламын. Ол келесі видеодан көре аласыздар. Баршаңыздың назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, өз пікіріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.